Бұрын барлық енді Қазақстанның барлық назары осы мұнай газға ауса, енді біз көзқарасымызды, назарымызды, ілтипатымызды басқа жерге аударуымыз керек. Қалай біздің экономикамызды бұлай диверсификация жасап, басқа мүмкіндік қолдануға болатын, сол жағын ойластыруымыз керек. Енді мына бұл мен баяндамам жалпы ресми түрде кезекті баяндама болып кетпес үшін мен бір жеті шартымды айта кетейін. Күнделікті көбісін білетін шығарсыздар әрине, бірақ сонда да ескерте кетейін. Осы дағдарыс кезінде әсіресе қандай шараларды қолдану керек? Ол біріншіден ынтымақтастықты, кооперацияны жаңа деңгейге көтеру керек. Өйткені қазақтың мақалдары бар емес пе, көп көтерген жүк, көпшілік көтерген жүк ауыр емес деп. Сол сияқты тек қана өзім жеке басым алып кете аламын деп ондай ойламаңыздар. Одан да бірігіп істеген жұмысты бірігіп істеген дұрыс. Кооперация, сондықтан серіктестік. Екіншіден, өзіңізге бір жақсы серіктес тапқандарыңыз дұрыс. Не жаңа жақсы инвестор, не жаңа серіктес, немесе мына ағылшындар айтады Big Brother, үлкен аға ретінде, ағасы бардың жағасы бар дейді. Мысал ретінде келтірейін, міне қаңтардың 9-ында бізді Жұмабек шақырып отыр. Мынау ресми түрде ашылуына жаңа мекеме, кәсіпорын ашылып отыр. Halliburton дүниежүзілік компаниясымен бірге. Міне сондай мысал. Halliburton деген дүниежүзінің 100 ірі компаниясына кіретін компания, сонымен міне Жұмекен біріккен кәсіпорын құрып отыр. Сондай серіктестік, сондай үлкен аға, үлкен партнер, сондай серіктес тапқандарыңыз жөн. Үшіншіден, өзіңіздің негізгі бизнестеріңізді анықтағаныңыз дұрыс. Өйткені мен мысалы инвестициялық қорда істеп жүргеннен кейін көптеген проектлермен күнделікті түрде жұмыс істеймін. Сондағы бір байқағаным, көптеген бизнесмендер өздерінің нақты бизнесі не екенін сол сұраққа жауап бере алмайды. Өйткені мынаумен де айналысады, анаумен де айналысады, анаумен де айналысады, сол шексіз құрып жатқан империя, бәріміздің құрып жатқан кішігірім империя. Мынау шикізатын да өзім өндірем, мынаны да өзім істеймін, өзім шығарған өнімді өзім сатамын. Сонымен сөйтіп өзінің бизнесін өсіре келе, өзінің нақты ақша әкелетін, өзі маман, қай салада болмайды екен, сол нақты бизнесін анықтай алмайды. Соны қазір анықтайтын кезең келді. Енді оны анықтағаннан кейін артық қосалқы бизнестердің бәрін не тоқтату керек, не сату керек. Артық атқарымдарды, бизнесте жасап жатқан жұмыстарыңды немесе қысқарту керек, немесе басқа кәсіпкерлерден сатып алу керек қызмет ретінде. Аутсорсинг дейді ағылшынша. Бесінші шара, ол нақты ақшаны жинау керек, сақтау керек. Өйткені мүмкіндік деген не? Мысалы, әсіресе дағдарыс кезінде. Ол, мысалы, жетістіктің мен не екенін айтып берейін. Жетістік деген ол мүмкіндікпен дайындылық қосылғанда ол жетістік табыс болады. Мүмкіндік и дайындылық. Егер әр адамның алдында күнде жаңа мүмкіндіктер туып жатады. Бірақ сіз оған дайын болмасаңыз, сіз ол мүмкіндіктен ешқандай пайда таба алмайсыздар. Сондықтан дайындылық бірнеше деңгейден тұрады. Ол біріншіден білім, екіншіден сіздің мына информациялық информацияның жетістігі, мысалы, көптеген достар, серіктестер болады, олар айтады, мынандай мүмкіндік бар, мынандай мүмкіндіктер бар деген. И үшіншіден ол нақты ақша. Әсіресе осы дағдарыс кезінде бизнесмендер нақты ақшаны сақтау керек, жинау керек. Ақшаның жұмсағанын үнемдеу керек, және де артық шығынның бәрін тоқтату керек. Бітпеген инвестициялық проектлерің болса, тоқтатқан жөн. Бүгін тоқтатқан. Егер өзіңіздің ол нақты бизнеске жатпаса, қосалқы бизнестерің болса, оны тоқтатқан жөн.
Сондықтан нақты ақша жинаған дұрыс. Келесі шарт ол жұмысты одан сайын 2 есе көбірек жұмыс істеу керек. Әсіресе мына іс адамдар деп отырмын ғой, мысалы, егер сіз байқасаңыз, біздің әскерлеріміз бейбітшілік кезінде, мысалы, күніне 8 сағат жаттығу жасаса, соғыс кезінде 24 сағат соғысады. Сол сияқты бизнесмендер жай кезеңдерді 8 сағат жұмыс істесеңіздер, мынандай осындай дағдарыс кезінде 24 демей қойын 16 сағат жұмыс істеулеріңіз керек. Ол көбірек жұмыс істеу керек, көбірек мына өзіңнің бизнестерлерінің тиімділігін ойланып жаңадан қарауларыңыз керек. Осы қысқаша 7 шарт. Енді тағы бір айта кетер, мынау инвестициялық қор жөнінде біз инвестицияны таңдағанда біз негізінен осы шарттарды да есімізде ұстаймыз, бірақ тағы да қоса кететінім, көптеген бизнесмендер өздерінің бизнесінің құнын артық ұстайды. Қазір мысалы ретінде айтып кетейін, бір переговор жүргізіп жатырмыз Алматыда, бір үлкен проектті аламыз деп. Осыдан 3 ай бұрын бастадық, бір баға болды. Қазір баға 30-40%-ға біз төмендеттік. Олар айтады, неге төмендетесіз? Біздің бизнесіміздің құны жоғары, біз қараңызшы, мына шетелдің компанияларымен салыстырғанда біз осындай болуымыз керек. Біздің бизнес моделіміз тамаша, командамыз мықты, алдымызда тұрған жолымыз үлкен, перспектива бар деп. Мен айтам, бәрі дұрыс. Бірақ сіздер естеріңізде бір нәрсені ұстауларыңыз керек. Мынау бассейн бар ғой, анау суға түсетін бассейн. Соның ішінде судың деңгейі, біздің судың деңгейі 2 есе төмен түсіп кетті. Мысалы, доллардың бағасы 150 болса, қазір 340. Бассейннің деңгейі 2 есе түсіп кетті. А біз инвестицияны доллармен жасаймыз. Сондықтан біз IRR дегенді есептегенде, ақша қайтып келу, не дейді, рейт дей ма сол. Есігінде біз 9%-ды салған ақшамызға долларға есептейміз. Сіздің бассейннің деңгейі 2 есе түсіп кетті. Сіздің барлық алатын табыстарың теңгеде. Сіздердің барлық пайдаларың теңгеде. Сондықтан оны қалай, әрине сіздер бизнестерінің бағасы 2 есе демей 30-40%-ға төмен түседі. Мына девальвация деген барлығымызды кедей қылып жіберді. Кедей демей қойық, бірақ жалпы әл-ауқатымызды төмендетіп жіберді. Сондықтан сіздерді бизнесмендер өздерінің бір бастарында қалып қойған бағаға тұрмаңыздар. Қазіргі инвесторлар табам десеңіздер, бағаны төмендетіңіздер. Бағаны өздерінің өнімдеріңізге төмендетіңдер, бағаны өздерінің кәсіпорындарыңа төмендетіңіз. Сондықтан қазір барлығымыз сондай шаралар жасауымыз керек. Жалпы